Сәттілік Лаура Тоқсетовна. Рахмет, бізді қолдай отырыңыздар. Менің бағдарламамның тақырыбы элективті курс 5-ші сыныптарға арналған музыка сабағында ұлттық құндылықтарды насихаттай отырып, оқушыларды шығармашылыққа баулу. 5-ші сынып оқушыларына арналған аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағат. Енді бағдарламаның тақырыбы бойынша музыка сабағында құндылықтарды насихаттай отырып, оқушыларды шығармашылыққа баулу барысында оқушылар дәстүрлі әндерді үйрету және ұлттық аспаптарда ойнау әдістерін жаңаша бағытта ұсынылады. Бұл бағдарламада музыкалық аспаптарды қолдану және аспаппен ән айтудың жаңа әдіс тәсілдері енгізілген. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Әндердің тарихы мен атақты әншілердің шығармашылықтарын тереңірек түсіндіру көзделген. Бағдарламаның мақсаты білім алушыларды ұлттық музыкаға жақындата түсу. Бағдарламаның міндеті оқушылардың білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, оны ары қарай бойларына сіңіріп, ұлтжандылыққа тәрбиелеу, қалыптастыру болып табылады. Енді бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже оқушылардың салыстыру, дәлелдеу, қорытындылай білу дағдыларын меңгере алады, тарихи және әдеби білімдерін толықтырады. Өзіндік ойлау дербестігі бола бастайды. Танымдық шығармашылық тапсырмаларды еркін, сауатты орындай алады, теориялық алған білімдерін дәлелдей алады. Енді тұрақтылау мазмұнына келетін болсақ, бұл жерде әр бөлім өзінің сағаттарына байланысты бөлінген. Бірінші бөлімде қазақ халқының дәстүрлі ән өнері. Екінші бөлімде қазақтың дәстүрлі әншілері. Үшінші бөлімде ұлттық аспаптар шежіресі. Төртінші бөлімде қазақтың дәстүрлі күйшілері бар. Бағдарламаның өзектілігі. Дәстүрлі әндерді меңгерту арқылы оқушылардың музыкалық қабілеттерін дамыту өзекті мәселе болып табылады. Бағдарламада оқушылардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыруға бағытталған қазіргі таңда музыкалық аспаптарды қолдану және ән айту арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын тәрбиелеу өте маңызды. Барлық бағдарлама оқушылардың ұжымдық жұмыс дағдыларын қалыптастыруға, жалпы дамуына ықпал етеді. Бағдарламаны қолдану барысында оқушылардың қызығушылықтары артып, білімдері тереңдей түседі. Себебі аудиовизуалдық интернет ресурстарды қолданып, балаларды бейнероликтер, аудиожазба, кинофрагменттер көрсету арқылы балаларды қызықтырып, ары қарайда осы бағдарламамен жұмыс жасауға негіз қалыптасады. Келесі. Енді барлық нәрсені 5 минутқа немесе 10 минутқа сыйдыру мүмкін емес. Сондықтан мен мына QR арқылы өзімнің бағдарламамды QR-ға енгізіп қойдым. Дәл қазір сурет соткаларыңызды алып, камераларыңызды қосып, осы QR-ға жақындататын болсаңыздар, менің бағдарламам ашылады және ол жерде аватар жұмыс жасап жатыр. Аватар бастан аяқ жаңағы айтылмай кеткен дүниенің барлығын ертең қолданушы әріптестерім осы аватар арқылы тыңдап, көріп, ары қарай бағдарламаны іске асырсаңыздар болады. Аватар жаңағы заманауи түрде жасалған, виртуалды түрде бәрін көрсетіп тұрады, бәрі сіздер үшін түсінікті болады, баламен де қызықты жұмыс жасай аласыздар деген сенімдемін. Сондықтан қолдаңыздар, бағдарламаны алып іске асырыңыздар. Менің тілегім осы, кәдімгі камераны кіріп, ашып, ары қарай функцияларды баса отырып, осы бағдарламамен жұмыс жасауға сіздерге тиімдеп қойдым. Жақсы, рахмет көңіл қойып тыңдағандарыңызға. Рахмет, Лаура Тоқсетқызы. Жалғастырайық.